Сәлем достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып өтіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып кетіңіздер. Бүгін балық қуырудың қыр-сырымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде осы әдіспен қуырып көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Ең алдымен балықтарымызды жақсылап тазалап, іші сыртын тазалап жуып аламыз. Содан кейін осылай жеке-жеке барлығын осып шығамыз. Мінекей, мен барлық балығымды осылай осып шықтым. Кішкене тұз септім, іші сыртына тұз сепіп шықтым. Менде алдынан қалған балықтың майы болған, сол майымды құйып, жақсылап қыздырып, қызып тұрған майымызға 2 дана балықтан салып, балығымыздың екі жағында 10-20 минут көлемінде жақсылап қызартып қуырып алдым. Балығымыз қуырылып жатқан кезде қуырған балығымызға ыдысымызға пиязымызды әдемілеп турап құямыз. Пияздың төмен жақта тұрғаны дұрыс, себебі балықтың майы ағып, үстіндегі соусы сіңіп, сочный болып тұру үшін. Мінекей, қуырған балығымды алдым. Енді осының үстінен алдын ала дайындап алған соғымызды себеміз. Помидорларымызды сеуіп, үстінен пиязымызды себеміз. Міндетті түрде ыстықтай балығымызды алғаннан кейін тездетіп үстіне помидор мен пиязымызды сеуіп, бетін қатты бір толықтай жауатын ыдысыңызбен жауып, үстін ораған дұрыс. Әрқайсысы балықты қуырған кезде осылай жасап тұру керек. Сол кезде балығымыздың соусы өзіне сіңіп, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы әдіспен қуырып көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Менің арнамның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Рахмет.